Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы квадрат үшмүше. ax квадрат плюс bx плюс c түрінде берілген көп мүшені біз квадрат үшмүше деп атаймыз. Оның түбірлерін табу үшін не істейміз? Яғни, осы көп мүшені нөлге теңестіріп, квадрат теңдеуді шешеміз. Оған екі мысалдар келтіретін болсақ. X квадрат қосу 5x қосу 6 бөлінген x квадрат плюс 6x плюс 8. Көп мүшесі берілсін, біз оны қысқарту керекпіз. Ең алдымен не істейміз? Әр қайсысын жеке-жеке квадрат нөлге теңестіріп, квадрат теңдеуді шешеміз. X квадрат плюс 5x плюс 6 тең 0. Және x квадрат плюс 6x плюс 8 тең 0. Дискриминантын табатын болсақ, b-ның квадраты минус 4 көбейтілген a көбейтілген c. 5-дің квадраты 25 тең. 4 көбейту 1 көбейту 6, 24. Яғни 1-ге тең. 1-ден 1 шығады. x1, x2-ні табатын болсақ, минус b плюс минус дискриминант бөлінген 2a. Минус 5 қосу 1 минус 4 бөлу 2 минус 2. Минус 5 минус 1 минус 6 бөлу 2 минус 3. Келесі екінші теңдеуді шешетін болсақ, дискриминантын табамыз. b квадрат минус 4 көбейту a көбейту c. 36 азайту 32. Түбірдің астындағы 4, ол бізде 2-ге тең болады. x1, x2-ні табатын болсақ, минус b плюс минус 2 бөлінген 2 көбейту 1. Минус 6 қосу 2 минус 4 бөлу 2 минус 2. Минус 6 минус 2 минус 8 бөлу 2 минус 4. Демек, бұл бізде теңдеудің, квадрат теңдеудің түбірлері. Бірінші теңдеудің түбірлері минус 2 және минус 3. Екінші теңдеудің түбірлері минус 2 және минус 4. Енді оны қалай жазамыз? X минус теңдеудің бірінші түбірі. Яғни, бұл жерде минус болса, оны плюс ретінде жазамыз. Екінші түбірді минуспен, оны да плюсмен жазамыз. Келесі, екінші теңдеудікі. Бірінші түбірі минус 2-ге тең. Демек, оны жазамыз x плюс 2 деп. Екінші теңдеуді теріс сан. Демек, оны қарама-қарсы таңбамен жазамыз. Енді, екеуі бірдей болғандықтан олар бірден қысқарады. Сонда x қосылған 3 бөлінген x қосылған 4. Осы біз квадрат үшмүшені жіктеп қысқарттық.